алып барам, жүрегіме құс боп ұшып кетай бірге, жалатып жалғыз қалай алып қаламын дариға дәурен. Гагигайгикайгико, гагигайгикай, гагигайгикайгико, гагигайгикайгигай, дариға шіркін дәурен. Жаз көшіп омырауын алтындаған, айдың гүл мұңаяды салқындаған, басынан төлегіндей ғашықтардың айналып алты қаздай қаңқылдағаны дариға дәурен. Гагигайгикайгико, гагигайгикай, гагигайгикайгико, гагигайгикайгигай, дариға шіркін дәурен, дариға шіркін дәурен. Гаккой гигигай, 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 гигиго, гагигай, гигигай, 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 гигиго, гагигай, гигигай, гигигай, дариғай шіркін, шіркін дәурен. Айналап алты қаздай қоналмаған, дариғай шіркін дәурен. Пах, шіркін. Керемет. Ассаламағалейкум білім қазына көрермені, амансыздар ма? Бүгін бізде қонақта Қазақстанның халық әртісі, профессор Рамазан Стамғазы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Ой, рахмет шақырғандарыңызға. Қалыңыз қалай, жұмыстарыңыз қалай, күйлі қуатысыз ба? Біздер енді сол қыркүйекте сапқа тұрамыз, жан-жақтан оқушыларымыз келеді, жаңа студенттеріміз беден толығады орта. Сонымен әлгі қызу тіршілік қырманға барғандай, оқушыларменен сол сабағымызды бастадық, жұмысымызды бастадық дегендей шапқылап жатырмыз. Бәрекелді. Аты жөніңізге қарасам, аға, бір өзгеріс бар сияқты. Әлеуметтік желіні ашып қарасам, Рамазан Стамғазиевті, ал кейін қарасам, Рамазан Стамғазы болып өзгеріпті. Бұл қалай болды? Біз енді мынау тәуелсіздік алғанымызға 35 жылдың көлеміндей уақыт болды. Оянатын кез келді. Бізде енді мынау жаңа Қазақстан дейміз, жаңа ел, жаңа өрлеу, жаңа тіршіліктің басы басталып жатыр. Сондықтан енді мынау өзіміз өнер адамы болып, алдыңғы қатарда жүргеннен кейін, кішкене арт жақта келе жатқан балаларға ақыл айта бергенше, аз да болса, бір тамшы дүние болса да санасына жақсы дүние құяйық деп, келіншегімменен Ұлту екеуміз барып, осыдан 3 жыл бұрын жаңағы Стамғазының ефін, Обиш деген бұрынғы атаулардың бәрін алып,
содан төл құжатымызды алдық, барлығын өзгерттік. Рамазан Стамғазы, Өмірәліұлы. Яғни қоғамға бір тамшы болса да үлес қосайық деген ойым болған. Өйткені қарап отырсақ, Бауыржан атамызда кезіндегі алаш зиялыларының көбін қарап отырсақ, кейінгі кездегі сондай қылышынан қан тамып тұрған уақыттың өзінде де сол ата тегін ұлы Бауыржан Момышұлы деген сияқты өз атауыменен өзінің қазақ екенін, ұлт екенін көрсетіп жүрген батырымыздың сол кезде де өзі дес бермеген. Соның ұрпақтары енді ояну керек шығар деп ойлаймын. Біздер сол құтылатын кез келді. 35 жыл деген оңай уақыт емес. Бір дәуірдің көші кетіп қалды. Сондықтан бізді көрген, біздің артымыздағы балалардың көпшілігі ел қатарлы сол өзіміздің жаңағы Өмірәлі ұлы Бәленбайдың тегі деген нәрсеге көшуіміз керек шығар деп бастадым. Дұрыс, менің де аты жөнім Нұрбек Нұржанов болатын. Сосын құжатты алатын кезде жаңағы Нұрбек Нұржанұлы қылып өзгерттім. Дұрыс, құтты болсын. Рахмет аға. Мына халық сізді сағынып қалды аға. Қазір шығармашылығыңыз қалай болып жатыр? Шығармашылық жақсы. Біз енді мына елдің көбі кезінде мен де жүрдім ғой. Негізгі Астана менен Алматыға қарай еңбегімізді осы екі қаланың үлкен сахналарына төгіп халықтың алдына шыққан кездеріміз болды. Ал енді одан да бөлек біздің енді қазақтың даласында қаншама облыстар жатыр, қаншама аудандары жатыр. Шама жетіп асса сол қазіргі кезде облыстық көлеміндегі жаңағы үлкен сахналарда жеке концерттерменен жүрміз. Творчествомызда қазір жақсы заман ғой. Қазір әлеуметтік желілерде де жеке пікірлерімізді береміз. Қайда барғанымызды, қайда тұрғанымызды айта аламыз. Не жаңалығымыз болса да алдын ала жариялаймыз дегендей. Дегенмен де анау алыс жатқан елдер бар. Соған арнайы барып шақыруменен жеке концерттеріне қатысып, мысалы кешегі күні мына Қарағанды облысында Ағадыр дейтін ауданда 1 қазан күні қарттар күніне байланысты барып кездесу жасап, сонда концерт беріп қайттық. Сол жердің коллективіменен. Көп адамдармен таныстым. Мені іздеп сол концертке 105 жастағы апам кепті. Айналайын балам, сен сол концертіңді көруге алыстан келдім деп, сондағы мынау ел басқарып отырған мықты азаматтар сол облыстағы, аудандағы, Ағадырдың айналасындағы округтеріндегі үлкен қазыналы қарттардың бәрін жинастырып, сол жерде мен концертіме келді. Қуандым, апамен суретке түстім. Енді Алла бұйырса деп айтайық, мінекей осының 16-сы күні қазақтың аяулы перзенті, мықты әнші, Жауһардың сынығы дейміз ба, Дәнеш Рақышевтың кенже шәкірті, ең соңғы Нұржан Жәмпейісовпенен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Жетісу облысына барып сонда концерт бермекшіміз, біздің жеке концерттеріміз. Оның кейінгі мынау келесі айдың 5-6-ларында Тараз қаласында қазақтың тағы бір жезтаңдай әншісі Шолпан Даржанова концерт бермекші, сол қарындасымыздың концертіне қатысамыз. Оның кейінгі мына өзімнің ұстазым, Қазақстанның халық артисі, кеше ғана еңбек ерін атағын алған профессор Қайрат Байбосынов ағамыздың өткенде үлкен 75 жылдық концертіне ашылуында болдық. Енді бұйыртса 30 күні осы айдың Астанада дөбірлеген тағы да үлкен концерті болады. Осындай қадау дүниелер алдымызда тұр. Ел жаққа барып келдім, біраз кездесулерде болдым. Ауылдағы Қымыз мұрындық дейтін үлкен фестиваль өтеді жылда бізде Алматы облысы қазіргі Кеген ауданында, Қарқараның жайлауында. Сондай үлкен орталарда шақырған жерінен әйтеу қалмай шапқылап жүрміз. Оның бер жағында биыл Нұрғиса атамыздың 100 жылдық мерейтойы басталып жатыр. Әрбір кітапханаларда, әрбір оқу орындарында сол кісіні еске алу кештері жүріп жатыр. Оған да қатысып жатырмыз. Сол сияқты қазіргі кезде мына Темірбек Қараұлы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасы бар. Сол кафедраның ұжымымен қазір енді болашақта көре жатарсыздар үлкен концерттерді жоспарға қойып отырмыз. Бәрекелді аға. Мына кезінде
абай атамыз ана Біржан Сал келген кезде, енді қаймана жұртқа мәлім оқиға десе де тағы бір айтайын. Ана Біржан Сал келген кезде әнін тыңдап, бүкіл халық болып үйіп тыңдап, сол кезде Біржан Салға Біржан аға, енді мына жұртта сіз сияқты әнші, сазгер шыға ма, шықпай ма деп қорқамын деген екен. Сөйтсе Біржан Сал тұрып алып, айналайын Абайжан, мендей әнші әлі талай туады, бірақ сендей тыңдарман туа ма, тумай ма, оны білмеймін деген. Болмай ма деп қорқам дейді. Атты өлімдей қазақ аман болса, мен сияқты талай әншіні әкеледі-ау деп. Бірақ өзің сияқты тыңдаушым болмай ма деп қорқам деген екен дейді. Сол секілді қазіргі таңда сондай жақсы әншілер бар ма? Әншілер бар болса, сондай тыңдарман құлақ бар ма? Әрине, жоқ деуден аулақпыз. Біздің өкшемізді басып келе жатқан кәдімгі маңдай алды мықты әншілер көп. Әр облыстарда. Қазір мысалы, мына бізден кейінгі Еркін Шүкіманов, Ардақ Исатаева, жаңағы Нұржан Жанпейісов, Тілеулес Құрманғалиев сынды осындай бауырларымыздан кейінгі шәкірттеріміздің бәрі қазір үлкен сахналарда жүр. Мысалы, жаңағы менің шәкіртім бар, Диас Мұратхан. Алатау театрында жұмыс істейді. Кешегі күні Қайрат ағамыз батасын беріп, қолындағы домбырасында тағып жүрген өкісін берді Зобалаға. Оны кейін менің шәкіртім Өзгеріс Шерікбай деген бала бар. Қазір Астанада Қазақ концерт бірлестігінде әнші болып жұмыс істейді. Оны кейін мына Кереку өңіріндегі Дәуренбек, әр қалада Қарағандысы болсын, Семейі болсын, жан жақтан қауқаулап өсіп келе жатқан, таңлай тақылдап өнер жарқылдап тұрған жастар деген қатарымызда тұр. Артымыздан нөсер келе жатыр. Кейде баяғыда ұстаздарымыз айтатын, алдыға шыққаннан кейін, ортаға шыққаннан кейін өзің ата қазығыңдан айырылған, өйткені артыңнан нөсер жаңбыр сияқты өнерпаздар келеді дейді. Соны шайқалып кетуге болмайды деп. Сол сияқты артымыздан келе жатқан небір мықтылар бар. Жыр дейсіз ба, термеші дейсіз ба, күйшілер дейсіз ба, әншілердің өзіндегі Жетісу өлкесінің әншілік дәстүрін, жыршылық дәстүрін ұстап жүрген жастар. Арқаның мектептерін, анау Маңғыстаудың Жеті қайқысын, анау Батыстың Мұхит Салдың мектептерін жалғастыратын қаншама жастар. Биылғы жылдары, бір жылдың өзінде, мысалы, Алматының жаңағы Темірбек Жүргенов атындағы академиямен қоса Құрманғазы атындағы консерваториядағы бітірген балалардың, мысалы, 40-қа жуық балалар бітіреді. Астанадағы қаншама балалар бітіреді. Солардың көпшілігі жаңағы ғылымға қарай бет бұрады. Қалғандардың көпшілігі жаңағы үлкен сахналарда үлгергені, жаңа қалғандары сол біздің облыстардағы үлкен мәдениет ошақтарында шамасы келсе сол қызмет жасап шапқылап жүр. Қуанатын бірақ нәрсе, қолындағы домбырасын тастаған жоқ. Сол жастардың өнері көңіліңізден шыға ма? Әрине, бар. Көңілден шыққанда қазір көпшілігі халық, мысалы, мына біздің ұлттық экрандардан, ұлттық сахналардан үлкен көп өнерпаздарды көре алмай жүр. Көпшілік әлеуметтік желілерге жүктейді, жаңа бағана әңгіменің басында айттық қой. Таныс емес көбісі. Енді оған мықтылап таныстыру үшін, мықтылап халық ел болу үшін біздің идеология деген нәрсені мықты ұстау керек, мемлекет. Ол идеология осы жастардан құралу керек. Олардың шығып келе жатқан өнер жастарын таныстыру керек, оларға жағдай жасау керек, оларға театр ашу керек. Жалғыз Алатау театры 60-70 адамға жетпейді ғой. Сондықтан көпшілік балаларға айтамыз, сіздер енді құнарлы, құйқалы өзіңнің киелі өңіріңнен шықтың ба, енді алтын бесік отаныңа, еліңе қызмет жаса, ауылыңа бар, облысыңа бар, мектеп қалыптастыр, мектеп аш. Ана сол жердегі өзің өкшеңді басқан, қатарыңда әнші болам деп жүрген жастарды оқыт, көзін аш. Сенің де мына елге деген, ұлтқа деген сенің де кезегің келді. Қанша жыл сендерді оқыттық, мәпеледік, ақылымызды айттық, жол көрсеттік, өнердің қанбазарын көрсетіп бердік. Енді кезек сендердікі дейміз. Расымен де балалардың көпшілігі қазір сол облыстарында жүр, көпшілігі сахнада жүр, көпшілік жеке бизнес ашып кеткен. Мысалы, қазіргі кезде той бизнес, тағы бірдеңе бизнес дегендерге көбейіп кетті ғой. Мысалы, әрбір жиынға барсаңыздар, осы біздің ұлттық киімімізді киіп алып, домбырасын алып, сол қызмет жасап жүрген жастардың барлығы
оқыған, білімді, көз ашық, үлкен ұстаздың алдын көрген шәкірттеріміз бар. Дәстүрлі ән өнерінің насихатталу туралы не ойлайсыз? Насихаттауы, жаңа басында айттық қой, біз енді оқу орындарында кем емес насихаттауы. Жыл сайын бәленбай дөңгелек үстелдер өтеді. Жыл сайын еліміздің анау тарихтың қойнауындағы біздің орындаушылардың еңбектері жаңағы аталып өтеді. Қаншама мысалы әншілердің өмір тарихтары, әннің өзінің қазіргі кезіндегі адасып кеткен көптеген әндердің барын жиынтығын осы қазіргі кезде үлкен мұрағаттардан тауып алып келіп ортаға салып, солардың бәрін талқыланып, осы дәріптеліп жататын ортамыз бар. Мақалаларда шығып жатыр. Болмаса біздің мына зерттеушілеріміз көпшілігі жаңағы сырттағы халықаралық деңгейдегі конференцияларға барып та қазіргі кездегі проблемаларды айтып жатыр. Мәселе онымен шешілмейді да. Мәселе жаңағы ұлттық жаңағы басындағы әңгімеміз идеологияны түзу керек. Идеология деген жаңағы біздің балаларымыз оқуды бітірген балаларға оқуды бітірдің, дипломыңды алдың, енді жаныңды бақ деп шығарып салады қазіргі кездегі система. Одан кейінгісін ол өкімет оның артына қарап атқан жоқ. Бірақ соншама ақша төгіп бәрін оқытты. Бірақ ол балалар бұрынғы кездерде оқу бітірген балаларды әр облысқа өкімет арнайы бөліп соған жағдай жасайтын. Қазір есіктен шыққан бала өз жанын өзі бағады. Соны кейінгі нәрсе, оның барлығына олар міндетті емеспіз дейді, қызмет тауып беруге, жұмыс тауып беруге. Әрине мына заман талабында әркім өз жанын өзі бағып, жұмыс өзін табу керек. Жаңа қуанатын домбырасын тастаған жоқ деп отырғаным, қай қалаға, қай облысқа барсақ та әйтеуір шәкірттеріміз, біздің енді немере шәкірттеріміз болады ғой, мынау менің шәкірттерім деп алып келіп алдымызда ән салғызып, еңбек төгіп атқанына қуанамыз. Олар енді атақ шығарам деп сол бір шапқылап бір жаңағы экранға болмаса бір шығу үшін жүгіріп жүрген жоқ. Таза еңбек салып атқан балалар педагогика бағытына қарай. Мына орындаушылық деген мәселеге келгенде біздер маңдай алды мықты балаларымызды көрсететін, солар шығаратын ортамыздың аздау. Енді қазір шүкіршілік Алматыда жаңағы Алатау театрына барады ғой, көпшілігі біздің бәленбай оқушымыздың ішінен оза шапқан, бәленбай конкурсты ұтып алған балаларымызды міндетті түрде құда түсіп алып кетеді олар. Балаларымызды. Ал енді одан басқасы да бар ғой. Балалардың барлығы тең емес. Біреу мысалы Құдай берген дауысы болса, біреудің қолы қаламы жүйрік ғылымға қарай беттейді. Біреуінің тілі жақсы, біреуінің ойы жақсы, біреуінің жаттау қабілеті мықты. Мысалы жыраулар бәленбай том кітаптарды жаттап отырады. Олардың бәрі қабілеті. Қазақ деген ұлтқа тән дүниені жоғалтпай ұстап отырған балалардың жады мықты. Ондай балаларымыз да бар. Өңген концерттердің бәрі мына шағын концерттік орталықтарда өтеді да. Көбінесе мына біздің ұлттық телеарналар олар түсіріп дәріптеп үлгеремейді да. Олар түсіреміз деп жүрген, қызығып жүрген телеэкран каналдарды көргенімде жоқ. Көрсем бір аздау бар шығар, бір мемлекеттік жағынан тапсырыс беріп, жоғарыға хат жазып, көндіріп, алып келіп, оны түсіртіп қоймасаң, көбісі артынан жүгіріп жүрген арналарды көргем жоқ. Өйткені оларды да түсінуге болады. Өйткені оларға да мына шыққан экрандарына форматтары бөлек. Біздің формат мынау, бізге мынандай форматта болу керек, мынандай жарық қою керек, мынандай сахна болу керек. Мынандай жаңағы түсірген кезде бәленбай ақша шығарғаннан кейін экранға, халыққа көрсету үшін деп олардың да өзінің требованиялары бар. Ал енді дәстүрлі әншілер ол мынандай эстрада әншілер сияқты сахнада жарқыратып свет жағып, фонограммамен өлең айтпайды ғой. Олар нақты, кәдімгі нақты отырып әңгіме айтады, нақты отырып әнін айтады. Үнген олардың қол жетімі де ана әншілер сияқты ұзақ емес. Олардың енді шағын ғана шақырған ортада біздің ұлттық әндерімізді, көшімізді тартуға дайын тұратын балаларымыз. Қатары көп екенін айтқым болады. Мына сіздің әндеріңізді тыңдап отырған кезде бала күнімнен мен тыңдап келе жатырмын ғой. Жаңа отырып алып толғанам, ойлаймын. Сондағы жаңағы өнердің де мақсаты сол ма деп ойлаймын да, катарсис, яғни толғану, ойлану.
ана әнді тыңдап отырған кезде ішкі жан дүниеңдегі бүкіл бұрқ-сарқ қайнап, бүкіл тебіреніп, жаңағы мына өмірге не үшін келдім, қайда барам деген сияқты сұрақтарды ойлана бастайсың. Жалпы сіздіңше өнердің мақсаты не? Енді мысалы мен осы сахнаға көтергелі бері қаншама жастармен таныстым. Мен мысалы Алматыда отырамын, Қызылордадан, болмаса Қызылжардан, Керекуден, Қарағандыдан, жан-жақтан мысалы менің әнімді естіген жастар маған телефон шалып, менімен танысып, мысалы қаншама жастар келіп қолымды оқыды. Оқуында бітіріп кетті. Біздің ұлттық кодты жоғалтпау, біздің анау келе жатқан салт дәстүр, ұлттық дәстүр өнерді жоғалтпау, ол қазақ тұрған жерде біздің тілмен қатар біздің ұлттық өнеріміз жүреді. Ұлттың негізгі жаны ғой бұл. Ұлттың тілі бұл. Ұлттың тарихы бұл. Мысалы бір әнде екі куплет ән болғанменен, сөзі болған, әуен болғанменен ол кәдімгі бір дәуірдің әңгімесін айтуы мүмкін. Сенесіз бе? Қазақтың мысалы поэзиялық құрылымдарында жаңағы ақын жыраулардың 4 жолға, болмаса 8 жолға бір дәуірдің көшін сыйғызады дейді. Соны тыңдаған адам қаншама кітап оқығандай, өзінің өмір өткел жолдарымен өтеді, өзіне керекті рухани дүние алады, жан сарайын ашады, керек дүниесін тауып алады. Кейде адамның көңіл күйін қош келмей жүргенде мотивация береді оянуға. Мысалы менің әрбір әніме көптеген нәрселер бар. 90-ға келген апаларымыз өмірдің соңғы минутына дейін менің әнімді тыңдап жатып өмірден өткен. Болмаса кішкентай балалар менімен жарысып айтып, тамағы ауырып, кейін әкелерімен таныстырдық қой ата-аналарымен. Басында ойлады дейді, балам ауру болып қалды ма деп. Сенің әніңді қойып алады, жарысады дейді. Біздің диапазонға олар диапазон келмейді ғой. Бір жағынан қуандық дейді жаңағы. Далада анау асық ойнап жүрген бала отырып қазақтың тіліменен ән айтып жатқанын. Бір жағынан баламды аядым дейді, дауысы жетпейді, жеткісі келеді бірақ дейді. Ішіндей қуанам дейді, соған жеткісі келіп тұрғанына. Ол негізі былай қарасам, негізі балалардың солай ән айтуы шаға, сондай әндерді тыңдап өсуі, оның келешегімен де байланысты сияқты. Мәселен түп санасында қалып кетеді. Мен мысалы бала күнімде сіздердің әндеріңізді тыңдап өстім. Қазір сіздің әндеріңізді тыңдасам, көз алдыма туған жерім елестейді. Мына қыр дала, жазық бел, мына Алатау, одан бөлек ата әжелерім, әжемнің жаңағы көмбе нан қойып жатқаны, одан самаурын қайнатып жатқаны деген секілді бүкіл сурет. Тура осы әңгімеңе мен бір өлең айтып берейінші, біздің ауыл деген. Яғни әннің өз тарихынан бөлек тыңдарманның да сол әнге қатысты тарихы болады екен деген. Ән қалай жетеді деп ойлайсың мысалы. Ән мысалы өміршең әндердің көпшілігі тамыры тарихқа байланған. Тарихта бір оқиғаға байланысты шыққан. Біржан Салдың да, Ақан серінің де, Үкілі бір айдың болсын, 2 ғасырдың куәсі болған сал серілерінің соңғы тұяғы Кененнің әндерін қарап отырсаң, балалық кезіндегі әндері, балалық кездегі өткен дәуіріндегі әндерінің бәрі бір бөлек. Кейінгі азамат болып, ат басын тартып, қоғамға араласқан уақыттағы бір бөлек. Тапсырыспенен сол кезде қоғамның берген әндері бір бөлек. Оның бер жағынан атақты Балуан Шолақтың Жетісу өңіріне келіп, Кененді тауып алып, қасында жүріп, қаншама арқа төсіндегі әндерді үйреніп қалу Кенен. Бір адамның творчествосын қарап olsa, барлығы кіндігі тарихқа байланып отыр. Ол яғни ешқашан өлмек емес. Ән тұрған жердегі өмір, әннің шығу тегі, оны керек десең орындап жүрген адамның да табиғаты, жаңа келтіріп айтқан адамның барлығы тарихта қалып кәдімгідей әннің бір қанат сияқты болып тұрады. Орындаушы ретінде де әнді танып отырады. Ән арқылы адам жаңағы рухани дүниесін іздеп тауып алады. Мына біздің ауыл деген ән. Жаңа ауылым еске түсіп жатыр. Бала кезім еске түсіп жатыр деп отырсың ғой. Менің де сол мынау ауылым. Онда көрермен болып бәріміз ауылға саяхат жасап қайтайық. Жаңыл деген қарындасым бар. Қазақстан ұлттық арнасында қызмет жасайды.
Сол Жаңылдың сөзіне жазған Айтмұрат досымның әні. Біздің ауыл таулардың етегінде, ерте шықсам ауылыма жетемін бе? Сырмақ сырған әжелер киіз басқан, о асаутайы атамның жетегінде, жетегінде. Аңқыған жопар исей шөпті қарап, жақын кеп қол береді текті бала. Қазақтың бір оғы біздің ауыл, өзін емес көретін көпті дара, көпті дара. Шетін ақ қайнар бастауынан, қошақаным жем жеуші дастауынан, ақ жеңешем алыстан қол бұлғайды, күмістейін саңғырлап шашпауынан, шашпауынан. Таулардың біздің ауыл етегінде, сағынып құстай ұшып жетемін бе? Төбеге анам жүрген қарай берем, жабырқайды көңілім кетерімде, кетерімде. Таулардың біздің ауыл етегінде, сағынып құстай ұшып жетемін бе? Шыршаның біздің ауыл етегінде, біздің ауыл хан тәңір етегінде, етегінде. Бүкіл балалық шағым, ауыл аймағым, бүкіл ел жұрт көз алдыма елестеп өтті ғой, мына кинофильм сияқты. Мына бір әнмен жаңағы бүкіл өмірің елестеп өтеді. Ана ауылдағы кезіндегі қазақтың дархандығы, мына қонақжайлығы, одан кейін ауылдағы жеңгелер, ата әжең, балалық шағың, өскен ұяң, Сырмақ сырған әжелер киіз басқан деп тұр ғой. Енді баяғыда әжелер киіз басып атады ауылда. Естиміз ғой ана үйде. Сон бір дорба асығымыздап барамыз. Қашадан секіріп жан жақтан түсеміз. Ортада қазанға анан қайнатып әжелер дайындап жатады. Әлгі чиді қойып, әдемі жүмдерін боялған бәрін қойып. Келдіңдер ме дейді, келдік. Асық бояйық деп тұрмыз ғой. Алдымен мына киіз басып беріңдер, соны бояп берем дейді. Сол ауылдың балалары тізеге дейін немелемізді, балақты түремізді орап береді. Ал былшылдатып, ыстық су құйып атады, аяқ күйіп басса да былшылдатып, біресе былай, теуіп, әбден сілесі қатып біткенше ананы теуіп береміз ғой. Ой, айналайын, мынау кім немересі, бәленбайдың, мынау кім баласы, ананың баласы, мынау көршінің баласы. Ал асықтарыңды әкел деп. Оны айтамыз. Онда да қомыз. Бірінің асығы біріне өтпесін, менің асығымды бөлік бояп бер дейді, апалар неге салып бояп береді. Ала-құла, кешкісін бір дүниені тандырып келгендей, бір дорба асығымызды бояп ақ келетінбіз.
сол әжелер ғой сырмақсырып. Сол жаңағы жолды бар ғой, жаңағы анам төбеге шыққан кезде кетерімде Қарай берем дейді. Анамның жүрген жолын қарайын жүрген дейді. жолын қарай Есіме сол түседі дейді, туған елім. Не деген сурет еді, не деген сөз. Енді біздің ауыл шынымен таулардың етегі ғой. Хан Тәңірінің Хан Тәңір енді әлемге танылған жер, батыры шыққан, ақыны шыққан, әншісі шыққан, тарихқа қойнауып танып жатқан ел. Ар жағы шекаралас жатыр, ар жағында қырғыз, мына жағында Қытай жатыр. Жаңағы сол арқа жонымызды сол жаққа түсіп, ешкімді өткізбейміз деген батырларымыз туған жерлер ғой. Сол ауылға деген сағынышы, біздің ауыл деген. Енді бала күнгі ауыл бір бөлек, келген кездегі ауыл бір бөлек. Қаншама өзгерістер бар, мысалы. Әлі күнгі қалай сіздің туған жеріңізге? Мен барам, ауылыма барам. Ауылдың тең жарымысы жоқ, көшіп кеткен. Баяғы бағанағы әңгімеде айттым ғой, әжемдер наурыз болған кезде, той томалағы болған кезде, жиын теріні болған кезде бірінің үйіне бірі барып қонақ болып жататын, әдемі киім-кешектерін дайындап, апам әдемі киім-кешектер болатын, Аймқан деген кісі болған. Сол қыдырған ауылдың барлығының көбісінің үйі қазір жабық тұр. Есігіне жаңағы не қағып қойған. Енді оларда бала шағалар өскен, бәр қалаға кеткен, онда тұрмыс тіршілік деген енді өте қиын ғой, ауылда жұмыссыздық. Сондықтан өткен үлкен адамдардың көп өмірден өтіп кеткен, сол жас ұрпақ қазір енді жан бағыспенен қалаға кеткенде ауылда көп үйлер жабық қалған, бұзып алып кеткен. Мысалы біздің де үйімізді өзіміз кезінде бұзып алып кеттік. Бірақ ауылдағы қалған нәрсе анау төбелер, анау жайлаулар, løпеткен желі, соғып атқан анау қалың белшеден адам қағатын керемет жаңағы шөбі, ана жайлауды жайлап атқан жаңағы малдарын көріп, жылқыларын көріп, сол бала кездегі өзіміздің қой баққан, балалық шағымыз өткен белестерді көріп, сағынышымызды басып қайтамыз. Менің кіндік шешелерім бар жерде, үйіне барамыз амандасып, көненің көзіндей болып сол кісілер қалды. Біздің мектебіміз бар, бұрынғы оқыған, соларды көреміз. Ортамыздан қаншама достарымыз өтіп кетті өмірден. Солармен бірге жүрген қырқалар бар. Талай дөңді отырып, гитара тартып, домбыра тартып өлең айтқан, костер жағып отырып, ой бөліскен, балалық кезіміздегі, балалық ойымызда армандаған әлгі алғашқы белестердегі ақылдасқан жерлер, татуласқан жерлер деген сияқты жерлерді аралап қайтам. Достарымды ертіп бару. Биыл бізге 40 жыл болыпты мектеп бітіргенде. Міне 40 жылдан асып бара жатыр. Ауылға бардық, мектебімізді көрдік. Ұстаздарымыздың бір соңында біраз қалған, көбісі өмірден өтіп кеткен. Баяғы спортпен айналысқан аулаларды көрдік. Сол мектебімізден шығып атқан жастармен кездестік. Небір спортсмендер, небір жезтаңдай әншілерменен баяғы кітапханаларымызға бардық, таласып бесігінде кезекте тұратын. Сол ауыл деген таусылмайтын жер ғой. Енді кейде ауылға кетіп барасың, мен құрдастарым айтады, сен қартаяйын дегенсің ғой деймін ауыл жаққа дейді. Білмеймін, ауыл енді бұл ауыл ғой. Ауыл деп былай жай айтуға болмайды. Ол адамның туып өскен, кіндік қаны тамған жері деген ол қасиетті орын. Мен сол қонағым келсе де, өзім жаңағы айтып отқандай балаларымды, немерелерімді барып аралатуға тырысам. Көріп кетуге, барып кетуге. Қазақ болғаннан кейін өлім жетім, той томалағымыз көп. Барып тұрамыз. Ауыл деген жақсы. Аға, сіздің мына сәуле ғұмыр, дариға дәурен, арман секілді триптих әндеріңіз, сол бір тұтас адам ғұмырымен байланысып жатқан сияқты. Жалпы жаңа балалық шақ деп жатырмыз. Осы әндер сіздің мына шығармашылығыңызбен қатар өміріңізбен де байланысып жатқан сияқты. Жалпы жаңа балалық шақ деп жатырмыз. Бала күнгі арманыңыз орындалды ма? Әрине. Енді көп жерде бұл сұрақтарды мен көп журналистер қояды. Ауылда бала болдық, шала болдық, армандадық, қиялдадық дегендей. Мұғалім болғымыз келді, спортсмен болғымыз келді, спортпен айналыстық, өнерге бардық. Өнер бізді жетеледі. Өнер бізді үлкен биіктерге шығарды.
сол бала кезіміздегі мысалы ең алғашқы мен сахнаға шыққанда аудан көлемінде, облыс көлемінде әнші бала деп бүткіл газетке менің шыққан концертімді дәріптеп шыққан кезде әкем той жасаған еді. Сол арманымыз Қайрат Байбосынов сияқты, Жәнібек Кәрменов сияқты, оның алдындағы ұстаздарымыздың барлығын сияқты бір сахнада жүрсек деп армандаған арманымыздың барлығы шүкіршілік орындалды. Қайрат ағамызбен де қатар тұрып, қасынан сабақ алдым, Жәкеңнің қолынан сабақ алдым. Ол кісілермен де қатар тұрып, сахнада өлең айттық. Сол қара домбырамызды құшақтап, әлемнің 4 бұрышын араладық. Осы домбыраның аяғымыз жеткен, домбыраның үні жеткен жердің көпшілігін сол әнімізді айтып аралап шықтық. Ал бүгінгі арманыңыз қандай аға? Арманымыз өте көп қой, армансыз адам болмайды ғой. Біздің қазір сол анау, біз енді қазір өз балаларымызды өсіріп, енді ар жағында немерелеріміз келе жатыр, солардың жақсылығын көргіміз келеді. Оның кейінгі қазір мысалы алдыма менің немере шәкірттерім келіп жатыр. Шәкірттерімнің шәкірттері алдыма келіп оқып жатыр. Енді шөбере шәкірттеріміздің қызығын көрсек дейтін арман таусылмайды ғой. Әмин. Оның кейінгі нәрселер біздің мойнымызда үлкен жүк бар. Бізде қаншама әндеріміз жатыр. Айтылмай жатқан ән. Кезіндегі білесіздер ғой енді аумалы төкпелі уақытта қаншама әндеріміз жоғалып кетті, қаншама әннің сөзі ауысып кетті, қаншама авторларымыз жоғалып кетті, қаншама әнді сақтау үшін кезінде авторлардың есімін атауға болмайтын жағдайда халық әніне айналып кеткен көптеген әндер бар. Солардың барлығын анықтап шамамыз келгенше бағанағыдай бір үлес қосу үшін әлде қызмет істеуіміз керек деп есептеймін арманым. Арманым сол, мысалы маған қаншама қызмет ұсынды. Бәленбай жерге директор болуды, бәленбай жерде отыруды, мәнсап жаңағы галстук тағып, қызмет жасауды ұсынып жатыр. Мысалы мен соның барлығынан бас тарттым. Өйткені менің ұстаздарымыз кезіндегі біздің қолымызға берген үлкен аманатты көзіміздің тірі кезінде мұны халыққа жеткізу және біздің кейінгі балаларға үйретіп кету. Осы мақсатта үлкен жұмыс жатыр. Осының бәрі шамамыз келгенше үйретуіміз керек, оқытуымыз керек. Осы қазақ өнердің үлкен туын жықпай кейінгі ұрпаққа табыстау дейтін арманымыз бар. Олай болса аға, арман деген әніңізді орындап беріңіз. Арман, ой, сен өте қымбат әндерді сұрап ғой. Таң шыққан күндей жайына балыдан дәріғай алтын дәуреней қайда қалған ай арман айналған айдынынан жалғыз аққу адасқан әнім дедің ай қайран арман ай арман арман аққудың көз жасындай көлге тамған ай ой арман аққудың көз жасындай көлге тамған жанымды тербетесің шерге толған ой жастық шақ нөсерлетіп
басылған өткен соң қайта оралмасай өз басыңнан ой арман айналған айдынынан жалғыз аққу адасқан әнім бедің қайран арман ой арман жалған арман арман аққудың көз жасындай көлге тамған ой арман аққудың көз жасындай көлге тамған жанымды тербетесің шерге толған ой арман деген Соны арман бала күнгі арман бар, бүгінгі арман бар, бәрі тұтасып кеп көңіліңді бір толқытып жібереді екен. бұл кісілерден де ең алғаш арман шықты, одан Дариға Дәурен шықты, сәуле ғұмыр, ай сәуле деп кете берді біраз ән. Мен Тұрсынжан ағаның бір 15-ке тарта әнін айтамын. Абай секілдіндағы әндері бар, басқа әндері бар дегендей. Ең алғашқы қарқынды осы үш әні. Сон кейде сұраймын, аға қалай енді бұл үш әнді? Сонда ішімнен ойлаймын, енді адам арманы болады, арман орындалады, арман орындалмай қалады. Бірақ сол адамның өткен өмірі бар ғой. Соған көз жүгіртсең, кәдімгідей балалық шақтан жігіткі шақ, оның кейінгі осы үлкен қоғамға араласқан уақытқа дейінгі шақта жаңағы сүрініп тұрынып армандап жүріп жетеді. Кейде соның бәрі сағымға айналып кетеді. Оның кейінгі қарасаң, шынымен бір жеткен жетісігінде бір дәуренді дүниелер жүреді. Бұл да бір өмірдің заңдылығы, таяқтың екі ұшы сияқты, кейде жақсы жағы бар, кейде өкініш жағы болады. Бірақ соның бәрін жай ғана қарамайды, сағынышпен қарайды, өкінішпен қарайды, қуанышпен қарайтын уақыттар кетеді. Бірақ Дариға Дәурен өтеді жүріп бара жатады. Ортаңғы буын. Енді қартайған уақытта қарасаң, артыңда не қалды дейді, о сәулелі ғұмыр бар ма өзі? Абайдың әлгі кіріш болып қаланып, өз орныңды тауып жүгіретін адамзаттың табан өтетін жол сияқты. Бұл да мынау үлкен Тұрсынжан ағамыздың мынау өлеңдерінің ішіндегі, әндерінің ішіндегі бір сатылы бір-бірін жетектеп, бір ғасырға, бір адамның өмірінің өткен жолына жауап беретін әндерінің тірептік жаңағы үш әнінің бірі ме деп ойлаймын. Шынымен де кейде артыңда сәулелі ғұмырың қалса қуанасың. Кейінгі ұрпаққа мысалы жол бастайсың. Жалпы өмірге келіп өткен жолыңнан бір Дариға Дәуренді армандаған дүниең, Дариға Дәуренді дүниеңмен өтіп, сәулелі ғұмыр тастап кетіп, адамның үлкен бақыты ғой. Кейде қалмай да жатады адамдардың. Осы бір әнді айтып жүрмін, қалдырмай. Бірақ сол осы үш әннің де өзінің тыңдарманы бар. Бір жерде арманға жететін ән жоқ тыңдармандардың. Bir жерге келсең, Дариға Дәуренге байланып қалған, тек қана сол Дариға Дәурен, басқа ән жоқ сияқты. Bir жерге барсаң, сәуле ғұмыр. Кеше күні мен Ағадырға барғанда концерт бердік қой. Сонда сол жерде көпшілігі сәуле ғұмырды сұрайды. Әннің шедеврі аға осы дейді. Шынымен де мақтан. Шедевр әндер ғой. Ол енді бұл Тұрсынжан ағамыздың бір маңдай алдыңғы қатардағы әндердің ішіндегі бір сұрыпталып алынған триптік осы үш ән. Бұл әннің айтылып жүргеніне 25 жыл болды. 25 жыл жастардың көңілімен де, аузымен де айтылады, дауысымен де айтылады.
орта буынның да үлкендердің де талай кісілерді білем, осы сәуле ғұмырды естіп артынша келіп ойын айтқан, Дариға Дәуренді естіп басқа ұлттың адамдары маған телефон шалып рахмет айтқанын білем. Арманды жаңағы айтып өттім, 90 жастағы қарияға дейін тыңдауы. Жастардың көпшілігі, мысалы жаңағы біздерде мынандай бір ой бар ғой, жастар тек эстрадаға ғана ауып кеткен жоқ, ойлы жастарымыз бар. Болашақты тың көзбен қарайтын жастар бар. Олар саусақпен санарлық, бірақ өте құнарлы жастар олар. Кішкентайынан фундаментальный кітап оқыған, үлкеннің алдын көрген, құйма құлақтық мектептерден өтіп алған, оңы мен солын танитын, біздің төл дүниеміз қай жақта жатқанын, қоғам қайда кетіп бара жатқанын, ол әлгі университетке түспей жатып ақ өз әңгімесінен байқалып тұратын жастардың өсіп келе жатқанын байқаймыз. Сондағы қарап olsak, көпшілігі жаңағы мынау әдебиетті оқыған, өнерін сүйіп тыңдайтын, адамын қадірлейтін кәдімгі орта бар. Аға, бір сұхбатыңызда адам мәңгілік емес, артында із қалу керек деп айтқан екенсіз. Қазір де айтып жатырсыз, сәулелі ғұмыр сүру керек деп. Жалпы арқаңызға қараған кезде өткен өміріңіз қалай елестейді? Қандай сабақ алдыңыз? Енді өмірден адам таяқ жеп өседі. Оң мен солын тану үшін алдымен таяқ жеу керек. Иә. Қуана білу керек адаммен. Қуанышты бөлісе білу керек. Адамның басқаның жақсылығын бөлісе білу керек. Осының бәрінен өткен адам өмірдің сабағын жаңағы өткеннен кейінгі оңы мен солын ненің ашты, ненің қатты екенін білетіні анық. Бағана айтып қалдыңыз аға, қазіргі таңда небір ашылмай жатқан, тарихтың қойнауында жатқан небір керемет әндер бар. Солар зерттелу керек деп. Солар зерттеліп жатыр ма? Қандай бағытта зерттеп жатырсыздар? Шәкірттеріңізге қоятын талаптарыңыз қандай? Біздерден жаңағы магистратура бөлімінде бұлар арнайы кәдімгі ғылыми еңбек жазады ғой. Олар сол әрбір нысананы бүгінгі күннің емес, өткен ғасырдың қойнауындағы жаңағы айтылып отырған адамдарды іздейді. Творчествосын іздейді. Кейбіреуі бір әнмен де мысалы тарихта қалған адамдар бар. Атақ Шәшібайлар Аққайың дейтін жалғыз әнменен Аққайың, Қызылқайың, Сырлықайың, баласы Қошқарбайың, Шәшібаймын деп. Сол сияқты ол кісі енді Шәшібай ақын болған адам ғой, творчествосы жетеді, бірақ әні осы Аққайың дейтін әніменен қалған. Сол сияқты көптеген адамдардың творчествосы әлі де осы бәрін бітіріп қойған жоқ зерттеп. Әлі де зерттеліп жатыр. Мысалы, қазақтың басынан не өтпеді? Амалы төкпелі кезде ел көшіп кетті, ел екіге айырылды. Оның ұрпағының өзі кейде өзінің ата тегінен жаны үшін, аман қалу үшін басқаның атымен кетіп қалған адамдар болды. Енді мысалы көзіміз ашылып тәуелсіздік алғаннан кейін ғана бері қаратайық сейін зерттеліп жатыр. Біздерде жастар көп қой, еркін мысалы Шүкімановтар қазір мысалы кезіндегі қазақ даласындағы бүткіл дүниені қағазға түсіріп таспалап кеткен Затаевичтің 3 томдық ендігі 3-ші томдық кітабын зерделеп осы күнге дейінгі әйтеу біздікі болсыншы деген дүниенің ара-жігін ажыратып қазір үлкен еңбек жазып жатыр. Біздің Нұржан Жанпейісов, Дәнеш ағамыздың қаншама оғанға дейін естілмей жүрген, архивте қалған, анау папкісінде қалған, ар жақта қалған, бер жақта қалған күйіне дейін тауып алып кеп оқу құралын жасап кеше күн шығарып алып, кітап қылып шығарып жатыр. Оның бер жағында мына Жетісу өңірдің әншілік, жыршылық мектебін ұстап жүрген біздің Телеулес Құрманғалиев. Жетісудың өңірінде де мысалы Қан-Тәңір аймағында баяғы 88-89 жылдардағы Сағытбек Медеубек ағамыздың зерттеу жұмысынан кейінгі қалған дүниенің бәрін саралап болып ар жағындағы қаншама біздің жаңағы тарихтағы адамдарымызды, Шарғынның әндерін, Күлайдың әндерін дейді, Құланаян Құлманбеттердің мақамсаздардың бәрін кітап қылып, Тәңіртау әуендері деп кәдімгі үлкен кітап қылып, оқулық қылып алып шығып жасап жатыр. Оның кейін Шолпан Даржанованың мысалы Жетісу өңіріне байланысты кітаптар деген. Менің де өзі бір домбырамен ән айту дейтін кітабын шығардым. Онда да біраз дүниені қамтып өттік. Менікі көбінше зерттеу жұмыс емес, менікі мынау балаларға қалай әнді үйрету керек,
қалай оқылу керек, неден бастау керек, 5 сыныпқа бөлінген программасымен шыққан кітабым бар. Одан кейін Мұрат Әбуғазы бауырым екеуміздің Назғоңыр дейтін хрестоматиямыз шыққан, 310 ән кірген ішінде. Қысқалай аннотациясыменен берілген, нотасы түсірілген әндер. Назғоңыр бұл 16-17 жылдары шығып кетті бұл кітаптың барлығы. Осындай дүниелер көп біздерде шығып жатыр, зерттеліп жатыр. Бірақ оның өзі де аздық етеді. Бірақ әркім өзінің маңдайына қанша жазылған дүниені шамасы келгенше жазып жинап. Мысалы кім Бағлан Бәбіжан, мысалы Мерке өңіріндегі ұлттық фольклорымызды жинап кітап қылып шығарып көптеген дүниесі бар. Оның бер жағында мына Саз колледжі деген колледжіміз бар Шымкентте. Сонда Жақып деген бауырымыз бастаған, соның өкшесін басқан бауырларымыз, мысалы кезіндегі ел айырылып, жел айырылып деп отырмыз ғой. Біздің анау 4 ауданымыз Өзбекстанға кетіп қалған кездегі сонда адаммен бірге біздің ұлттық фольклор ән жырларымыз бірге кетті ғой. Қол салып ошақ дөңгелеп атқан көп адамдар болған жоқ. Солардың барлығын барып жинап терлеп, қазір үлкен 2 кітап қылып шығарды, оңтүстіктің әндері мен жыр термелері деген. Оның ішінде де толып атқан әндер бар. Мен енді сол жаңағы оңтүстіктің жинап келген әндердің ішінде мына бойың талдай деген бір ән бар. Соны айтып берейін өзі. Бойың талдай. Кете көрме жан қалқау серттен тайып, сені көрсем жүремін көңілім байып әлі бай. Тілегі бір қоштастың деген сөз бар. Бірге жүрсек екеуміз несі айып әлі бай. Қасыңа сен алмасаң жаналақай, келеді жанай біреу бойың талдай-ау. Шын азғана дегенде шын азғанау, айналмайды шын азды су азғана әлі бай. Күн досындай басымыз қосылмайды, отырайық ендеше бір азғана әлі бай. Қасыңа сен алмасаң жаналақай, келеді жанай біреу бойың талдай-ау. Қасыңа сен алмасаң жаналақай, келеді жанай біреу бойың талдай-ау. Деген ән. Тақ шіркен керемет аға. Жақсы әндар осындай қаншама термелерді алып келіп қазір дәріптеп атыр. Солардың бәрін айтып жүрген кейінгі жастар. Солардың бәрін жеткізіп жүрген біздің өкшемізді басып келе жатқан біздің әріптестеріміз, біздің бауырларымыз. Әрқайсысын бір өтірін, бір нүктесін, бір иірім қайырымын тастамай, бәрін таспалап қазір алып шығып жатыр. Аға, эстрадаға келетін болсақ, қазіргі таңда хит деген ұғым өте кең тараған. Жалпы ән хит болу үшін қандай шарттары болу керек? Енді көп қой. Біреу бір анайы сөзбен де шығып хит бола береді. Біреу философияға ой тастауы да мүмкін. Кейде әннің сөзін адам көтеріп, адам ести алмайтын әннің сөзі тұрады да, бірақ әуені сананы жетектеп кетеді. Санаңды ұялап алады, жастарды оятады. Кейбір әндер билеуге ыңғайлы келеді. Көңіл көтеруге,
өмірде түңіліп жүре бермей анда-мында бір серпіліп тастап билеп уақытша болса да өткен кеткенді ұмыта тұрып адам кішкене демалу керек қой. Сондайға жарайтын әндерменен хит болады. Кейбіреу бейнебаян жасайды. Әні ұнамаса да, сөзі ұнамаса да бейнебаян сөйлеп кететін әндер болады. Біреу сол бейнебаянда жүріп ана киініп тұрған киіміменен бір жақсы элементтерменен адамның санасында қалып қояды. Аты жөнін білмесе де анау киімді киіп жүрген әнші ғой деп адамда жүреді. Мысалы баяғыда бізде ұят болмасын дейтін программа жүрген. Серік Абашақ бауырымыз соны жүргізді. Сонда мына қазақ тілді әншілердің бәрін сахнаға көтерген сол хабар болды. Қазақ тілінде өлең айтатын бірде-бір әншіні қалдырған жоқ. Бәрін сахнаға көтерді, бәрін хабардан эфирге шығарды. Ұлттық құндылығымызда осы эстрада жанрындағы әншілердің тұсауын кесіп сахнаға шығарған сол хабар болған. Сонда бізде жаңадан көтеріліп келатқан кезіміз, концерттерге барсақ біздің ұмытып қалады. Мынау ұят болмасындағы әнші ғой дейді. Көрдіңіз ба? Программадағы әнші ананы қарап жүреді, елдердің бәрі соны көреді ол кезде. Ұят болмасындағы әнші ғой. Сенің атың кім еді дейді. Кейде көрдің бе, мысалы, жаңағындай мықты әндер арқылы. Мысалы, мен кейде аты жөнін білмесе, Дариға Дәуренді айтатын, Арманды айтатын бала ғой дейді. Болмаса Арман мен Дариға Дәуренді естіп бастаса, айтатын, мынау Рамазан ғой дейді. Көрдіңіз, оның жолдары көп, өте көп. Мына азамат ретінде қоғамдағы қандай жайттар сізді толғандырады? Ой, көп. Біздің ең сорақы нәрсе тіл мәселесі. Қоғамда біз тіл мәселесін айтып келе жатқанда ғасырдан асып кетті. Мына кейде көшедегі жүрген баланы, балабақшадағы баланы, мектептегі баланы, университеттегі баланы, қоғамдық жердегі балалардың келе жатқан бағытын сөйлеп атқан ата-анасын да кейде кінәлауға болмайды. Солардың сөйлеп атқан сөз өзіміздің ана тілімізден айырып кетіп жатыр. Біз өзімізді өзіміз жұбатамыз, кейде бір орталар, жақсы орталарымыз бар, қазақ тілін дамытып атқан, атсалысып атқан орталарымыз көп. Соларды көрсетіп, мінез өстіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз деп өзімізді өзіміз кішкене орнымызға түсіреміз. Қазіргі саясатта өте қауіпті тұрған нәрсе тіл. Тіл бар жерде ұлт бар болған жерде адам болады, адам болған жерде сауатты мемлекет болады. Осы мәселе. Кейде жаңағы мұң мен сағыныш ектеген кезде қандай әндер тыңдайсыз, қандай әндер айтасыз? Мен ән айтпаймын бұл кездерде. Бұл кездерде аламда үйдегі бір 10-15 альбом бар, компьютерде жатыр, сөйлетті. Солардан басынан бастап бәрін ақтарып шығады. Өткен кеткенге көз жүгіртесің. Қай кезде фото түскен рәсімдеріңді қарайсың, кіммен болған, балаларымның балалық кездері, достарымның жігіттік заманы, сол кездегі түскен ауылдың үлкен табиғаттары, менің әкемді көрген қарттар, мұғалімдерім, менің сол кездегі қатар жүріп мені өсірген ағаларым, мен демеушілер демеген орта, менің алғашқы мектептерім, Оның кейінгі алғашқы шыққан сахналар, менің алғашқы профессионалдық сахнаға өрлегендегі ұстаздарым, сол фотоларымды қарап отырып, көңілім орнына түседі. Өткен өмірге саяхат жасаймын. Архив, иә? Енді музыка дегенде біз таңнан қара кешке дейін күнде тыңдаймыз. Күнде таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін. Ән тыңдаймыз, кешкі 8-ге дейін ән үйретеміз, кешкі той томалаққа барсақ ән айтамыз, қонағымыз келсе ән айтып береміз. Ал енді адам жан-жақты болу үшін әрине басқа да эстрада әншілері бола ма, болмаса зарубежка әншілерді, болмаса да жай ғана музыкасын тыңдауға тырысамыз. Көп қой адам дүниесін өзгертуге. Басқа қандай хоббиларыңыз бар аға? Хобби дейтін не айтуға болады? Мен енді кейінгі кезде балаларым ақыл айтқаннан гөрі солардың бәрін жинап аламын да, дүние кеземін, аралаймын, отанымызды, елімізді аралатамын, тарихи орындарды көрсетемін. Немерелерім жетектеп жүріп, қасиетті өңірлерді көрсетемін. Қолымен кәдімгідей жердің жаңағы қазақтың жерін шөбін ұстатып, жусанның иісін иіскетіп, анау таудан ағып келе жатқан суға шомылдырып,
әдемі көріністерді көрсетіп, олардың бала кезінен естелік болсын деп суретке түсіремін бәрін. Видеоға жазып аламын барлығын. Осындай тірлік шамам жетсе шетелге алып кетемін көбісін. Ал енді баяғы атқа міну, аңшылық деген нәрсе, ол енді анда-мында шығам. Көбінің артына түскен жоқ. Кезінде жігіттік заманымызда болған енді. Қазір енді далақтап атқа мініп айдалада жүрмейсің. Атқа мінгенде де жақсы, кейде тау-тау кезіп, қырдың басында баяғы бабалардың, аталарымыздың табанының тау түсіп, тау кезіп демалып жүрген ата жайлауларымызға шығамын. Адамға көп қой мүмкіншілік. Іздеген адамға, барам деген адамға жетеді. Енді бір әңгіме жаңағы сен айтып қалдың ғой, әндер жинау мәселесін. Осы менің бір Дәурен деген досым бар. Соның анасы, Қадиша анамыз, ар жақта бала кезде әнші болған екен. Керемет ән айтатын дейді. Сол кісіменен осы Қазақстанға көшіп келгеннен кейін жолығып, апамызбен амандасып, араласып қалдық біраз. Соны жаңағы апам әнді жақсы тыңдайды, бірақ айтқысы келеді. Сонда маған айтады, Рамазан-ау дейді, мен құлағымда жүрген бір ән бар дейді. Мұны ар жақтан да деген енді ар жақ Қытайда ғой. Көп айтып жүрген адамды естімедім. Қазақстанда мүлдем айтпайды екен бұл әнді дейді. Осы ән көкірегімде кетті аман сен үйреніп аш деп әндер берген тұғын. Соның ішінде бір Қарагөз деген ән бар. Ол сен дүниеден өтіп кетті. Соны осы Қарагөзді осы өткен жолы Абайдың 180 жылдығында Семейде үлкен сахнада орындадым. Алғашқы неге шығып. Соны кешегі күні анау Халық әні қазынам дейтін концерт болды осында. Гүлмира қарындасым мен бастырдым. Сонда айтып бердім. Сондай осы әнді айтып көрейін. Бұл да қазақтың халық әні Қарагөз деп аталады. Бәрекелді аға. Балапан сағынып қара көзді бойға батам ауылың қара көздің көрген болсаң беререм сүйіншіңе атпен шапанай қара көз отыр гүл жайнап қамыр белбеу бір байлап шіркін еске түскенде күйеді ішім бір қайнап қалдың кейін мен не дейін құшақтап енді көрсем жібермеймін қара көз ауылың алыс жерің шалғай мен жүремін қара көздап бір көр алмай ой толқып жүрек тербеп қобалжиды кезігер күн бар мекен ай дәріғай қара көз отыр гүл жайнап қамыр белбеу бір байлап шіркін еске түскенде күйеді ішім бір қайнап
Не деген Үлкен ән, әндер? Үлкен ән. Негізі айылда өз көңілге шипа ғой. Мына медицинаның өзіндегі әнмен емдеу терапиясы бар екен ғой. Дұрыс. Жаңағы мысалы ойлаймын да кейде осындай әндерді естіп отырып қаншама жұрт мысалы біз білмейміз ғой қаншама ішкі дерттермен айығып жатқан шығар. Осында келіп арнайы уақытыңызды бөлгеніңізге көптен көп рахмет аға. Мына білім қазына өткен мен бүгінді жалғайтын бірегей жоба. Қаншама дәстүрлі, мәдени, осындай тағылымды дүниелерді шығарып жатырмыз. Осындай ізгі игі іске мұрындық болып жатырсыз. Сізге маңда бір алғыс. Білім қазына көрерменіне айтар тілегіңіз болса, мархабат. Енді ел жұртымыз аман болсын. Енді әлгі жаман жасырып, жақсысын асыратын еліміз ғой. Әлі түзелеміз, әлі жақсы жолда жүреміз. Әлі де еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, терегесі тең елдердің қатарында қазақ ұлтының байрағы мәңгілік желбірейді деген ойдамын. Аман жүріңіздер. Жақсы күнде жолығайық. Айтқаныңыз келсін аға, көп рахмет. Жақсы адаммен әңгімелескен бір кітап оқығанмен тең ғой аға. Сіздің әңгімеңізді тыңдап, таңға отырып отыра берсек қой шіркін дейсің. Бірақ уақыт таяп қалды. Сізге көптен көп рахмет аға. Сүбелі сұхбат бергеніңізге, уақытыңызды қиғаныңызға. Еңбегіңіз жана берсін. Соңыңыздан шәкірттеріңіз ере берсін. Ал құрметті көрермен, келесі кездескенше аман саулықта жолығайық. Сау сәлеметте болыңыздар.